Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен желке, иық, оң қолдың қатты ауруы, яғни анау ауа райы айныған кезде де, бұлттаған кезде де қатты ауырсынумен жалбы қылып кепті бүгін мына қызымыз. Мен де дәл осындай қолымды көтерсем, кәдімгі шашымды бусам, шашымды тарауға да шамам келмей қалды деп келіпті. Енді желке, иық пен оң қолдың қатты ауруы бірнеше түрлі себептен болуы мүмкін. Ең жиі кездесетіндері остеохондроз, мойын омыртқасы, мойын омыртқаларындағы өзгерістер, жүйке тамырлары қысып желке, иық, қол ауруына әкелуі мүмкін. Қараңыздар, кәдімгіді мынау алды жағына, кәдімгідей мынау қолтық жағына без тастаған, мынау қолын көтере алмағанның есебіне ше. Мына мойын жақты ұстасам кәдімгідей ауырсынып жатыр дейді. Екіншісі шене радикулит дейді. Мойын нервінің қысылуы, ауырсыну, мойыннан иыққа, қолдың саусақтарына дейін таралуы. Ал бұл қызымызда кәдімгі не жоқ, ондай саусақтарым ондай ауырып жатқан жоқ дейді. Бірақ кәдімгі мынау алды жағында, мынау қолтықтың алды жағында кәдімгі ісіну бар, без сияқты ісінулер бар. Үшінші жағдайымыз айтатын болсақ, иық буынының артриті немесе артрозы. Иық қозғалысында ауырсыну, қолды көтере алмау болады. Бізде енді артроз ауруы болып тұр кәдімгідей. Енді қараңыздар, біздерге ең керекті неміз камфорный масло мен гвоздика, эфир майы керек бізге. Гвоздика, эфир майыны білесіздер, қалампыр мұншақтың майы. Бұл да негізі мен құрғатып, кәдімгідей табаға оны қыздырып, келімен езіп істететін ем. Негізі аптекадан алсаңыздар да болады. Аптекада не бәрі 380 теңгеге тұрады екен. Қай аптекада болса да. Мен біздің Шұбаршудың өзінде толып жатыр аптекаларда. Камфорный масло сосын. Бұның гвоздиканың өзіні ешқашанда бір өзін істетпейміз. Обязательно камфорный масламен емесе, жай ғана қандай маймен істетсеңіздер де болады. Бірақ гвоздика, эфир майын ешқашан жалғыз өзіні істетпейміз. Бізге негізі қараңыздар, бірінші камфорный масламен жақсылап иықты жұмсартып аламыз. Бірінші жақсылап жұмсартып алған соң, артынша кәдімгі не лопата сияқты кәдімгі не қылу керек. Төмпеште кәдімгі массажда ұрылады ғой, сол кезде төмпеште бұрған сияқты болады да, бірақ ол кезде ондай қатты ауырсыну болмайды. Уже қараңыздар, массаж істеп жатқан кезімізде мойнын тартып, кәдімгі мынау массажды кәдімгі мынау мойын құлақтан бастап істеу керек. Неге дегенде, мен қалай қолды не қылып жатырмын, істетіп жатырмын, бұл не үшін істетіледі? Бұл кәдімгідей мынау алдын жақтарына бездедім ғой, сол бездерді ерту үшін дөңгелек сияқты қылып жүргіземіз. Енді жаңағы мен сіздерге гвоздика жайлы, қалампыр мұншақ, эфир майы туралы айтып өтейін деп едім. Қалампыр майы массажға өте пайдалы. Бірақ оны жаңа айтқанымдай бір өзін істетуге болмайды. Қасына обязательно мен камфорный майын істетіп жатырмын. Сіздер қандай май болса да, детский май болса да істетсеңіздер болады. Бұлшықет ауырсуын азайтады бұл гвоздика майы. Суық тигенде, әсіресе седалищный нервтер суықталғанда, ісінгенде, остеохондроздан құрысып қалған жерлерге жақсаңыз, кәдімгі әсері бомба ғой қыздар. Қан айналымды жақсартады, теріні жылытады, қан жүрісін күшейтеді. Кәдімгі тромб болып тұрып қалады ғой, кейде мына аяқ қолдарымыз үйіпші, соған жақсаңызда өте керемет әсерін көрсетеді.
қабынуға қарсы әсері де бар. Әсіресе суықтаған кезімізде аяқ қол қақсайды ғой, тұмау кезінде. Соларға да өте керемет пайдасын береді. Бұл кәдімгі қыздырады. Қыздырғанда ерекше жаймен қыздырып, қышымшып солай барады. Сосын мынау денеде аллергия сондайлар болады ғой, денеде аллергия сияқты, гормональ нарушениеден бір угры сияқты сондай нелер шығады ғой денеге ше. Соған да жақсаңыз өте керемет тазалайды. Қараңыз, иә, мен массаж істеген уже комфортный жағып болам дегенше кәдімгі өзіні бүйтіп не қылып жатыр, тартып жатыр. Артынан уже комфортный жаққан екен. Міне көріп жатсыздар ғой. Мен ондай қатты ұрып атқан жоқпын. Мен видеода кәдімгі қопал болып сіздерге көрініп тұрған шығар. Бірақ мен ондай қатты ұрып жатқан жоқпын. Көріп жатсыздар ғой. Міне кәдімгі мынау бездері жаймен азайды. Енді бұны сразым артынша дәл осылай уқалап болғандан кейін сразым қараңыздар, бездер кәдімгідей азайды. Сразу бұның артынша мен гвоздика майын дайындайын. Гвоздика майыны көп емес. Көп болса да бір 5-6 тамшы тамызамыз. 5-6 тамшымыздың өзі біраз қасық болады. Біраз қасық. Тамшы болған екен. Дәл осылай тамшылатып пістету керек бұны. Таза күйінде, тері таза күйінде кәдімгідей бұл гвоздика майы. Егер мұны қараңыздар, гвоздика майыны тері таза күйінде жақпаймыз. Мен соның үшін астынан комфорная маслосыны жағып жібердім. Ато өзі таза теріге жағатын болсаңыздар, кәдімгі күйдіруі мүмкін. Көріп жатсыздар ғой. Тері өте сезімтал болады. Қазір тем более адамдар көпшілігі иммунитеті слабый ғой. Тері де соған жараса өте сезімтал болады. Егер мынау теріге құрозын бірінші болып жағатын болсаңыз, кәдімгідей реакция беруі мүмкін. Бұны көбінесе кейін осылай неғып болғаннан кейін, жағып болғандан кейін, кәдімгі ұжымен жағып жатырмын ғой, қазір уқалап жатырмын ғой. Уқалағандың өзінде кәдімгідей қыздырып барады. Мен мынау клиентімізден сұрап жатырмын, қыздырды ма десем, кәдімгі жаймен қызып келе жатыр дейді. Уже жаңағыдай ауырсыну жоқ менде. Кәдімгі өзімді жеңіл сезіп жатырмын деп жатыр. Бір массаж істеген кезіңізде осы клиенттер жақсыз ба деген кезде, рахат болып қалды, жеңілдеп жатырмын деген сөздің өзі анау істеп жатқан тірлігіңізге шабыт береді ғой. Кәдімгі шабыттанып жұмыс істейсіз ғой. Кейбіреулерді мысалға массажға ойбой әлі ауырып жатыр деген кезде бір жынданам да ше. Не ауырайды? Сіз өзіңізге шамалы психикаңызбен айтыңызшы, сәл жақсы болып жатырмын, жақсы болып қалдым деп айтсаңыз, өзіңізге сенімді түрде айтсаңыз, Құдай қаласа бәрі жақсы болады десем, жақсы деп мен жаймен алдап қояды ғой. Қазір міне тура осы гвоздиканы жаққаннан кейін енді сұрап тұрмын ғой арада, қалай қызып жатыр ма десем, күшті болып жатырмын дейді. Осылай енді 1 сағат демалыңыз, жатыңыз десем, әрине дейді. Енді қазір бұл клиенткамыздың үйінде, кәдімгідей өз үйінде істеп жатырмыз. Өз үйінде істеп жатқаннан кейін, мен кеткеннен кейін, бұл кісі демалады ғой жатып. Клиенттің өтініші бойынша дәл осы жалбымен тура сіздерге осы видеомды көрсетті. Ал маған тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Ем болсын сізге де. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Өте керемет, өздеріңізге керекті ақпараттарды табасыздар деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.